Қайырлы күн оқырман, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Мен үйдің кенжесі әрі жалғыз қызы едім. Өзімнен үлкен 4 ағам болды. Ірілі-ұсақты азын-аулақ малмен және ағаларым стройка істеп ел қатарлы күн көріп жатқан бір отбасы едік. Мектепте үздік оқыдым, қатарымның алды едім. Мектеп бітіру кешінде қазіргідей киім деген бейпіл заман емес, әкеме джипс деген шлепка алдыртып, анамның бір құдалықтан киіп келген қымпесок матасынан көрші Мәриямға көйлек тіктіріп алдым. Ата-аналар, мұғалімдер қатысқан мектеп бітіру кешінен соң ауылдың шетіне барып от жағып таңды қарсы аламыз дегенбіз. Гүлжанат жан құрбым, сыныптасым, ауқатты отбасынан шыққан. Әкесі робкоп, анасы мұғалім, ағасы мен жеңгесі Алматыда саудада. Аудан орталығында тұратын бір жігітпен кездесіп жүргенін естігенмін. Сол жігітті келеді деді. Межелі уақытта мотоциклмен сұңғақ бойлы, қасы көзі қиылған көрікті жігіт келді. Құдды бір ертегідегі ханзадама дерсің. Бізден 6 жасқа үлкен екен. Қандай сымбатты жігіт. Бас қосудан соң мені үйіне жеткізіп салайық деп Гүлжанат жанына, мен әлгі жігіттің артына отырдым. Әлгіні артынан құшақтап отырып, кәдімгідей есім кетті. Бір көріп, ғашық болу деген осы ма екен деп оған еліріп, арқасына басымды қойып, есін иіскеп отырғанымда есік алдына да келіп қаппыз. Содан бері әлгі жігіт Дархан есімі есімнен шықпай қойды. Мұндай күйді басымнан ешқашан өткізген емеспін. Гүлжанатпен кездескен сайын Дарханды сұраймын. Ол, ой, түр әдемі болғанымен жүрген біреу ғой деп Гүлжанат кейде менсінбей сөйлейтін. Сонымен оқуға түстік. Алып шақар ығы-шығы халық, сулаған көлік. Гүлжанаттың әкесі қызын арнап бір бөлмелі пәтер алып берді. Мен қасына шақырды. Анам да қуанды. Онсыз да пәтер ағаға төлейтін артық ақшамыз да жоқ еді. Біреудің үйінде тегіннен тегін жүргесін бір шаруаны жасап қоятынмын. Анам солай айтты. Гүлжанат көп қыдыратын, оқуына бармай жүрсе де, әкесінің таныстары арқылы бәрін чеки-чеки қылатын. Ал мен күндіз-түні кітаптан бас алмай, стипендиядан айырылмас үшін тырысып бақтым. Дархан мұнда да көп келетін. Екеуін бірге көрген сайын жүрегіме ауыр жүк болатын. Кейде Гүлжанат кім, мен кім деп өзімді қорда санап қалатынмын. Артық уайымы жоқ, әдесе мәдеп отыратын байқуатты әкесі бар Гүлжанатты қала өмірі қатты өзгертті. Сұлу қызға көз тіккен жігіттердің қарасы көбейді. Ішінен бай бақуаттысын, әдемілерін таңдап жүретін. Күндіз-түні жігіттермен қыдыруды әдетке айналдырды. Дархан қалаға келгенде соғып кететін. Гүлжанатты танудан қалып барамын. Жігіттерді нәскеше ауыстыратын болды. Ертең Дархан келеді, анасымен таныстырады деді. Дарханның басын қатырмасаңшы деген едім, соңы ұрыспен аяқталды. Түсте Дарханмен, анасымен кездесуге барып келді де, кешке басқа жігіттің көлігіне мініп құрбым тағы кетті. Дарханды сүмеңдеп үй тұқсап, артынан қалмайды екен деп жыным келіп, жатып ұйықтап қалыппын. Есіктің қоңырауынан ояндым. Дархан екен. Анасын таксиге салып жіберіп, Гүлжанатқа келіпті. Гүлжанат қайда? Үйде ме? Деп мойын ішке қарай созды. Жоқ, байлармен кетті дедім. Ішімдегі іштарлық пен қызғаныш осы сөзді айтуға мәжбүрлегендей болды. Қандай бай? Не танып тұрсың? Деп айта алмай тұрсың ба? Айт деді. Ол сенің басыңды қатырып жүр. Бір емес бірнеше жігітпен кездеседі. Оқуы жайына қалды дедім. Үндеместен жылдам аяғын басып кетіп қалды. Өзіне де сол керек деп бір жағы масаттансам, бір жағы маған жақсылық жасап отырған жан құрбыма жасаған әділетсіздігім үшін ұялып, таңды көз ілместен қарсы алдым. Таң ата теңселіп Гүлжанат келді. Дарханның келгенін айттым. Аузы сасық ауылдың баласы керегі жоқ маған деп теңселіп барып төсегіне құлады. Бұл сөзге қуанып кеттім. Шын айтамын, Дарханның енді менікі боларына сенгендей қуандым. Таңертең Дархан тағы келді. Гүлжанат ұйықтап жатыр деген мені қаға-соға ішке кіріп кетті де жұлқып оятты. Кешегі сөздерім үшін ұрысса құрбым білсе қалай қараймын бетіне деп құлшылдап барамын. Шығып кеттім.
есік алдында аяқ-қолым дірілдеп отырмын. 5-10 минуттан соң ашулы Дархан шығып кетіп қалды. Енді қайттым. Не істеймін деп ішке имене кірсем, қайғырып отырған құрбым жоқ, керісінше мәз. Үйленеміз дейді ақымақ. Мен әлі өмірді көруім керек, жүруім керек, мына өмірдің рахатын сезінуім керек деп ирелендеп ваннаға кіріп кетті. 2 күннен соң Дархан тағы келді. Гүлжанат жоқ деп едім, саған келдім. Гүлжанатты жақсы көрем. Үйленеміз деп келісіп те қойып едік. Анам келін әкеледі деп күтіп отыр. Маған алып қашуға көмектесесің бе? Ертең кешке тамақ ішуге алып шықшы деп бір кафенің атын айтты. Үстімнен тоқ жүріп өткендей болды. Қатты састым. Жарайды дедім. Жыладым. Жүрегім ауырды. Түстен кейін Гүлжанатқа ауылдан ағам келгенін, анасының ауырып қалғанын айттым. Ол жаны қалмай дереу жиналып ауылына кетіп қалды. Қазіргідей телефон жоқ ол заманда. Ал межелі уақытта Дархан айтқан жерге жалғыз барып, Гүлжанаттың бәрін біліп қойғанын, анасы ауылдан келгенін, сотқа беремін алып қашса деп отырғанын айтып өтірікті соқтым. Әкесінің қолы ұзын адам екенін білесің ғой, басың бәлеге қалмасын деп қорқытып та үлгердім. Ары барып, қасындағы жігіттермен сөйлесті де, қайта келіп, жүр, сені жеткізіп салайық деді. Көлік басқа бағытта келеді. Қаладан шықты. Не боп жатыр? Қайда барамыз деп айқайлай бастадым. Бір жерге тоқтап, Дархан жаныма отырды да, мені ұнататынды негізі білемін деді қипақтап. Жалғыз шешем, жалғыз ұлым келіншек әкеледі деп күтіп отыр. Тіпті бүкіл ауыл, ағайын туыс күтіп отыр. Анамның жүрегі де ауыратын еді. Не істерімді білмей қалдым. Бақытты қылуға тырысамын деді, басын төмен салып. Арманым осыншалықты тез орындалып кеткеніне не қуанарымды білмеймін. Мені сүймеген жігітке жар болып жетісер ме екем деп ойланып отырғанымда ауылға да жетіппіз. Бәрі мәз-мейрам, келін келді деп қуанып жатыр. 4 қайын әпкем бар екен, ешқайсысы күйеуге шықпаған деп Дарханның досының келіншегі шыпылдап айтып үлгерді. Мен мәзбін. Қуғыншылар келді. Жеңгем сұрақ астына алды. Қашынан танисың? Қашынан бері кездесесің? Өз еркіңмен келдің ба деп. Бәрі жақсы деп шығарып салдық. Ертеңіне беташардан соң орамалды ашқан енемнің сұсты көзін көріп жүрегім сырқ етті. Жақтырмай қараған көз қарасы өңменімнен тесіп өтті. Сол күннен бастап адуынды енеммен, қаһарлы қайын әпкелерімен шайқасым басталды. Енем мені келген күннен жақтырмады. Қайын әпкелерімнің де мінезі мінез емес. Беташардан соң бірден оқуыңды жалғастырмайсың, келін деген үйде отыру керек деп кесіп айтты. Әрбір істеген ісімнің артынан мін тауып жүретін, жуылған киімдерді жинап алып қайтадан жуатын, кейде жайылып тұрған киімдерді лақтырып таптап қайта жуғызатын. Үйдегі әрбір бұрышты саусағымен сипап көріп, шаң болса айқайлап, түк көрмеген бейшара, байғай тиюді білесің, шешең тілгісуді үйретпеді ме деп айтатын. Кейін естідім, ел жұртқа Равкомның қызын алғалы жатырмын, қалада үйде ап қойыпты құдам, балаларды ұстап қайтем, дайын үйге жіберем деп мақтаныпты. Оны енемнің сіңлісі Күләш айтты. Маған жаны ашығандай, енемді жамандап, мені мақтайтын. Мен жас болдым ба, кейде енемнен көрген сәбірімді айтамын. Ол сөз жәрдем бергендей болғанымен, енеме менің сөздеріме сөз қосып жамандап барады екен. Талай шағыстырып, шатыстырып кететін енемнің сіңлісінің бертпеде артындағы шын бейнесін қатты дұрыс болғанда білдім. Алла бәрін көруші ғой, таба қылғаным емес. Сол Күләштің 3 бірдей қызы күйеуден ажырап, қазір үйінде бір-бірімен шашылысып отыр. Баламның басын айналдырып алдың, дуалап алдың, қуалап алдың, подружкаңның жігітін тартып алдың деп көп айтатын. Қайын әпкелерімнің мінезі бір төбе, киімдерін жуып үтіктеп қойсам да, дұрыс үтіктемепсің, кірін ашпапсың деп бетіме лақтыратын. Бәріне Дархан үшін көндім. Жылап отырған мені көріп Дархан, мен құнтақта жатқан кезде әкем тастап басқа елге кеткен. Содан бері анам бізді адам қолу үшін басын тауға да тасқа да соқты. Көрмеген қиындық жоқ. Содан жүйкесі жұқарған, көңілге алмашы жаным деп сөзіне еліп көніп бақтым. Енем құдалық шақырудан да, той жасаудан да бас тартты. Менің төркін жағымда анам көзіңнің тірісінде
парызымнан құтылайын, мойныма қарыз болмасын деп шақырды. Оны шақыруда оңай болмады олар үшін. Ағаларым күндіз-түні жұмыс жасап, бар ақшаларын жиып, жақсылап күтуге тырысты. Алайда енеме ешбірі де жақпай, құдалық бітерге жақын ұрыс шығарып, берген матасын арзан, жаман мата деп лақтырып кетті. Енеме ештеңе жақпады. Төркінімнің, жасы келген анамның қандай жағдайда қалғанын көріп, жүрегім ауырып қайттым. Үйге келгесінде бүйтіп шақырғанша шақырмауы керек еді деп бір ай күні бойы айтып миымды жеді. Аяғым ауыр екенін білдім. Дархан қатты қуанды. Енем де қуанғандай болды. Бірақ мені жұмысқа жегуін қоймады. Таңғы 5-те тұрып, сиыр сауамын. Оны падаға айдаймын, айран, құрт, майын жасаймын. Енем аудандық аурухананың жанынан кішкене дүкен алды. Соған түнімен самса, пирожки, қаттама нан, сәбі салат дайындап беремін. Ол сатады, ұнаса. Кейде ұнамаса, сәбізіңне жалбырап кеткен майдаланып деп тостағанымен лақтырып төгіп кететін. Осының бәрін пісіріп болғанша кейде түнгі 1-ден асады. Әптен қалжап, қол сүйегім қалды. Арықтап кеткенімде түрімді көрген енем туберкулезсің дейтін болды. Айым күнім жетіп, 98 жылдың тамыз айында ұл бала әкелдім дүниеге. Дархан да, енем де қатты қуанды. Немересі үшін мені жақсы көрер деп ойлап едім. Керісінше, баламды менен қызғанып, одан бетер жек көріп кетті. Бетіне сүйіп жатқанымды көрсе, туберкулезің жұғады, тісіңнің құрты жұғады деп ұрсатын. Бірақ обалы не керек, баламды ештеңеден тарықтырмай өсірді. Ұшып бара жатқан құстың қанатынан да қорғаштап, тамаққа ілінгеннен менен баламды алып қойды. Тек өзі қарайтын. Артынан 2 қызымды әкелдім. Аралары 1 жастан. Оларды да жақсы көрді. Бірақ баламда емес. Бір күні қатты ұрыстан соң енем маған киімдерімді далаға лақтырып кет деп қуды. Дархан ештеңе айтпады. Моншаның алдында темекісін шегіп отыр екен. Баламды енем бермей, 2 қызымды алып алғаш рет төркініме келдім. Ол кезде ажырасып келу, қара бет қылу өлімнен тең еді. Жылап келген мені бәрі жұбатып бақты. Енді бармайды деп әкем ашуланды. Бірнеше күннен соң баламды сағына бастадым. Қайтамын десем, әкем жібермей өзі келіп алып кетсін деді. Сол аралықта баяғы Гүлжанат құрбымның ұзатылғанын естідім. Қолдан ұзатып, қаланың жақсы қызмет істейтін жігітіне тұрмысқа шығыпты. Осы жұрттарға бәрін бере салады. Қыдырып тиіп алыпты жақсы жігітке деп едім. Жеңгем, қой Бикеш, олай деме. Әркімнің өз маңдайына жазылған тағдырын көреді. Сен де ұл қыз өсіріп отырсың ғой. Осылар үшін өмір сүресің. Осы балаларың бақытты болсын деп тіледі. Сол сәтте баяғы айтқан өтірігімнің зардабын маған адуынды енем арқылы жіберіп отырған екен деп топшыл. Баламды сағынып, әкемнің қарсылығына қарамастан қайда жер бетіндегі тозақ үйіне келдім. Дарбазадан бір қызымды жетектеп, бір қызымды көтеріп кірсем, қиын әпкелерім есік алдында отыр екен. Сәлем салған маған қарап, бейшара, қайта келдің ғой, тектегіңе қалай сияды, аш қалғанда деген сөздермен тиісіп жатты. Ештеңе деместен ішке кірдім. Төргі диванда енем жатыр. Оған да сәлеметсіз бе апа деп сәлем салып едім. Деді. Ол мен үшін ең жақсы сөз. Қайтадан баяғы шаруама кірісіп, таңғы 5-те тұрып, түнгі 1-де жатамын. Өз-өзіме қараудан қалдым. Бар арманым рахаттанып ұйқым қанғанша ұйықтау. Салпылдаған салп етек қатынмын. Күйеуімнің жұмысы қалаға ауысатын болды. Ауылдағы жұмысынан, қаладағы жұмысының айлығы көптеу деді. Кетпей-ақ қойшы, сол тапқан 5-10 тиынның берекесін берсін. Бәрібір пәтерақыңмен шығып кетеді емес пе дегенімді тыңдамады. Мен де барайын дейін десем, бәрібір енемнің жібермейтінін білемін. Үнсіз жылап тағы қала бердім. Басында 2 жай әр аптаның сенбі-жексенбі күндері келетін. Кейін 2 аптада, одан 1 айда бір келуін сирете бастады. Енем
Сол баяғы келген кеткендерге мені жамандап, кейде солардың көзінше ұрып та жіберетін. Титтей бала ұқсатып. Күйеуім келгенде сөзімді сөйлеп, анасына қойсаңшы демей десем, үн жоқ. Мені елемейді, сөзімді тыңдамайды. Қайын әпкелерім Айлуна деген атты жиі айтатынын естіп жүрмін. Духи, сувенирлер, әмияндарын көрсетіп, Айлуна сыйлады деп мәз болады. Енем бір күні алтын жүзік тағып келіп, оны да Айлуна сыйлады деді. Кім десем, шаруаң қанша деген жауап аламын. Күйеуім бұрындары жуылатын киімдерін алып келетін. Мен демалысында жуып үтіктеп беремін, ап кететін. Кейінгі кезде әкелмейді, өзім жуамын деп жүр. Сезіктене бастадым. Бір күні тағы қатты ұрыстық. Енем әдеттегідей киімдерімді далаға лақтыра бастады. Күйеуімнің жұмысына телефон соғуға орталыққа шықтым. Кезекте тұрып, қоңырау шалып анасының үйден қуып жатқанын айтып едім, білгеніңді істеші деп қоя салды тұтқаны. Жылап үйге келсем, кет дегенде ит те кетеді деп жатыр екен. Бала шағамды тастап қалаға тартып отырдым. Енемнің тартпасынан жолыма деп ақша ұрлап алдым. Күйеуімнің пәтерін, бір жылдайын тұрып жатқан жерін көрмесем де, айтқандарын естігенмін, жобалап келдім. Есік қоңырауын бастым. Бетінде 5 тонна бояуы бар, бойы бір қарыс, көйлегі жарты қарыс, бір қатын есікті ашты. Айлунасың ба дедім. Иә, сен кімсің деп аузын шаймаңдап тұр. Мен Дарханның заңды әйелімін, 3 баласының анасымын, ал сен байқаймын, көшенің қызысың дедім. Аузыңа ие бол, сен қатын. Ауылда аузын құртып отыра бер. Мен Дарханды сүйем, ол да мені сүйеді. Анасы да, әпкелері де мені жақсы көреді. Сені ол жақта не ұстап жүр өзі? Кетпейсің бе дегенін білемін. Аяқ қолым дірілдеп, сөйлейін десем сөз шықпай, басым айналып, құлағым шыңылдап, көзім қарауытып кетті. Көзімді ашсам, үстімнің бәрі су, жерде жатырмын. Дархан диванда отыр. Неге келдің мұнда? Есіңді жинасаң, тез ауылға қайт деді де үйден шығып кетті. Өмірімде қапа болып, сол сәтте өлгім келді. Орнымнан тұрып сүйретіліп басып үйден шығып барамын. Дарханым шығып кетті. Қайда кеткенін білмеймін. Анау Айлунасы қолын қапсырып алып, миығынан күліп тұр. Өзімді бұл әлемдегі ең бейшара адам сезіндім. Жаяу басып келем, үстім су, шашым алба-жұлба, жылап келем. Аяқтарым өзіме бағынбайды. Құр сілдерімді сүйретіп келе жатырмын. Қайда барарымды да білмеймін. Көшедегілердің бәрі маған күліп қарайды, ішіп алған деп ойлап жатса керек. Біреу іш десе, есімді жоғалтып, осының бәрін ұмытқанша жүредім. Бір саябақтың ішіне кіріп, отырғышқа жайғастым да, бүкіл өмірімді ой елегінен өткіздім. Сонау басында құрбымның жігітін, мейлі, құрбым қандай болса да тартып алдым. Өтірік айттым, міне соның жазасы. Енді қайттым, Дархан үшін. Күндіз түні көз майымды тауысып дайындалып, армандап түскен оқуымды да тастадым. Ажырасып барсам не істеймін деп, көз жасым көл болып әбден жыладым. Ұзақ ойдан соң өз-өзіме келдім, жылап жеңілдегендей болдым. Ауылға қайттым. Үйге келсем, тағы да бетпақтарым бетпақтанып оттап жатыр. Жетер енді, жетер деп, жан-жағымның бәрін қираттым, бәрін лақтырдым. Айқайлап, қиратып жүріп, өтірік айтып тиіп алғанымды, Дарханды сүйгенім үшін осы тозаққа шыдағанымды, бәрінің мінездері ит екенін, не бай, не құдай алмайтындарын айтып, ойымдағы 6 жылдан берді қордаланған бар сөзімді жайып салдым. Олар менен мұндайды күтпесе керек, ауыздарын аша алмады. 3 баламды да алып төркініме кетіп қалдым. Енем ұлымды бермеймін деп қарсыласып еді, қатты ашумен жұлып алдым. Үйге келгеніме 1 аптадан соң Дархан келді. Кешірім сұрап алып кетуге келді деп ойлап елпілдеп шыққан мені анасына қарсы шыққаным үшін есік алдында сабап кетті. Ағаларым жұмыста еді. Анам мен жеңгем зорға ажыратып алды. Милиция шақыру ұят деп
момын анам тағы да жылы жаба салды. Есімді бір ай дегенде жинап өз-өзіме келдім. Ауруханаға еден жуушы боп кірдім. Оқуымды бітіргенде дәрігер болар едің сорлы деп, өзімді жеп барамын. Үйіме ауырлық салмайын деп, бөлек пәтер жалдап шықтым. Бұрынғыдай салпетек емес, өз-өзіме қарай бастадым. Бірте-бірте адамдармен араласып, болған жайттарды ұмыта бастадым. Күйзелістен шыға бастадым. Күйеуімнің арақ ішіп жүргенін естігенмін. Бір күні сақал-мұрты өскен, иісі сасып, үсті кір күйеуім пәтеріме келді. Балаларын сағынғанын айтты. Есіңе енді түсті ме деді. Бұрынғы сезімнің ұшқыны да қалмапты. Сезіп тұрмын. Маған жасаған опасыздығынан соң ішім жылмады. Кешірім сұрады, жылады. Бойы бір қарыс әлгі қатыны иттік жасаптымыз. Басқа жігітпен әмпей-шәмпей болып жүргенін біліпті. Содан бәрін тастап ауылға қайтыпты. Тілдері сала құлаш әпкелері мен анасымен тіл табыса алмай, үйінің берекесі кетіптіміз. Содан өз-өзін жұбатып арақ ішіп басады екен. Ашуланып кеттеп үйден қуып шықтым. Балаларым айырылмай папалап жылап жатса да қарамадым. Бірақ кеткесін жүрегім ауырды. Бір күні енем мен үлкен қайынәпкемді көрдім ауруханадан. Енем ауырып қапты. Соған келген екен. Тағы да маған оттай бастады. Сен дуаладың, сен ауырттың деп жатыр. Сендерді танымадым. Сендер кім едіңдер дуалайтындай, дедім де өте шықтым. Ашуы бетіне шығып, қайынәпкем сұстанып, тұтығып артымда қалды. Енемнің қатты ауырып қалғанын сол жердегі медбикелерден естідім. Ауруы жеңіл қарайтын ауру емес деді. Осы әңгімені естігеніме көп те болған жоқ. Әлгі үлкен қайынәпкем жұмысыма келіп мені жұлып кетті. Менің шешемді сен дуалап ауру қылдың. Егер оған бірдеме болса, сені өлтіремін дейді. Үндемедім. Жұмысымдағылар үстінен арыз жаз деген. Бір Аллаға тапсырдым. 3 айдан соң енем шақыртып жатыр деді. 1 ай бармаймын деп қарсыласып жүрдім де, не айтқысы келетінін білгім келіп, 1 айдан соң бардым. Баяғы адуынды енем жоқ. Бір уыс болып төсекте жатыр. Қаһарлы қайынәпкелерімде қоянның жүрегін жұтып алғандай, жәутеңдеп отыр. Енем мені көріп жылап сала берді. Балаларды бір көрсем арманым жоқ дейді. Міз бақпастан қарап тұрмын. Қасыма отыршы айналайын деді, даусы әлсін-әлсін шығып. Тізе бүктім. Кешірші айналайын. Басымды иіп кешірім сұрадым. Қу дүние адамның көзін байлайды екен-ау. Сені жоқ жердің қызы болдың деп жек көріп жекідім. Біреудің малы біреуге мал болмас. Қу көкірек қой мынау деп жіп-жіңішке саусақтарымен көкірегін ұрғылап жатыр. Сол алақандарымен мені талай арқамнан, басынан салып қалады. Ол кезде мұндай жіңішке емес, еркектің қолындай қатты еді. Сол бір кездегі өтіріктен құралған некенің өз қиындығы болғанын, өтіріктің зардабын тартқанымды іштей білетінмен жылап сала бердім. Мен де кінәлімін. Ішкі бөлмеден күйеуім шықты. Анадағыдай емес, реңі әжептәуір. Ол да бірдеңе айтқысы келіп, күбіртіктеп қасыма отырды. Кешірші мені. Ақымақ болдым. Қадіріне жете алмадым дейді. Басын салбыратып. Жылаған күйі шығып кеттім. Үйге келіп 1 апта ауырдым. Күйеуім келді. Үйге жүрші дейді жалынып. Балалар барайықшы мама деп олар да жалынып жатыр. Жауап бермедім, кетіп қалды. Ертесіне тағы келді. Ол кезде де сөйлемедім. 4-ші күні балаларымды алып өзім бардым. Енем де, күйеуім де, қайынәпкелерім де қуанды. Бұрынғыдай емес, құрақ ішіп жүр. Балаларым да мәз. Бәрін кешіріп күйеуімнің үйіне келдім. Енемнің соңғы уақыттарында қасында болдым. Бір жұтым суды зорға ішеді. Қарны ашса да бір үзім нан жей алмайды. Кесірлігімнен кесірлігімнен деп қалш-қалш етіп жылайды. Енемнің диагнозы өңеш обыры. Бұрындары талай жасап әкелген тамағымды майың тұшымаған, қамырың езілген, етің піспеген деп лақтырып жіберетін тарелкасымен. Дүкенге сататын салаттарымды да талай төгіп тастаған.
тамақтың да кезі болады екен ғой. Мен барған соң 3 айдан соң енем дүниеден озды. Баяғы қыздары шешелері өмірден өткесін басылып қалғандай, артық ауыз сөз айтпайды. Оның үстіне енем жалғыз інілерің төркіндерің 5 күндік жалғанда бие жыртыспай тату болыңдаршы деген соңғы сағаттарында. Қайын әпкемнің екеуі тұрмысқа шықты. Біреуі әйелі қайтыс болған өзінен үлкен еркекке, біреуі өзі сияқты жасы үлкен, бірақ үйленбеген ер азаматқа шықты. Үйден той жасап, той иелері күйеуіміз екеуміз болып бардық. Өз тойларын өздері жасаса да, бізді бас құда мен құдағи қылып, абыройымызды асқақтатты. Қалған 2 қайын әпкем, біреуі мұғалім, біреуі есепші, жұмыстарын қалаға ауыстырып көшіп кетті. Одан бері 17 жыл өтіпті. Осы жылы көктемде ұлымды үйлендірдім. Келінім де өзім секілді қарапайым жердің қызы. Әкесі күзетші, анасы еден жуушы. Бірақ әрқашан құда мен құдағиымды құдайымдай күтемін. Менің баламды таңдап, өз үйін тастап келген қызды мен қалай өзектен тебемін. Одан кейінгі 2 қызымды бой жетіп тұр. Менің арманымды орындап, үлкен қызым медакадемияға түсті. Болашақ дәрігер. Дарханым қазір ауылдың сыйлы азаматы. Кішігірім бизнесіміз бар. Баяғы енем бастап берген дүкенімізді үлкейттік. Қайын әпкелерім де анда-санда сыйлықтарымен, сыйымен келіп кетеді. Құдалыққа алтын іздеп базарға келсем, Гүлжанат алтын сатады екен. Екеуміз өткен кеткенді айтып біраз сырластық. 2 ұлы, 2 қызы бар екен. Болашақта құдағи болайық деп армандап қойдық. Бір өтірігім өмірімнің жарты бөлігін азаптады. Әйтеуір, бәріміз тәубемізге келдік. Қазір бақытты ана, бақытты әйелмін. Бұйырса, бақытты әже болам. Жасым 50-ге таяды. Өткен өмірімнен көп сабақ алдым. Қандай жердің адамын таңдаса да, балаларымның бақыты мен таңдауын сыйлаймын. Тек бақытты болсын.